Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгінгі сабақта сіздерге сары договорды, яғни согласованиені қалай қабылдау керек туралы үйретеміз. Ол тендерді ұтқаннан кейін сіздерге личный кабинетке келіп тұрады. Ендеше көрсетейін сіздерге. Мінекей кабинет, кіреміз. Астына қарай түскен кезде мынадай болып, міне сары түсте келіп тұрады. Мына жерде 4 ұтқан тендердің согласованиесі келіпті. Соны біреуін сіздерге көрсетейін. Ссылка арқылы кіреміз. Договор и согласование. Және мен астына түсем, сіздерге көрсетейін. Мынау, яғни договор. Мына жерде бізге тапсырыс берушінің реквизиттары жазылып тұрады. Адресі, бейіні, счет номерлар. Мынау оң жақта біздің реквизиттарымыз жазылып тұру керек. Енді бұны қалай толтырамыз? Жоғары көтерем. Форма вывода. Должность поставщика. Мына жерде руководитель болып жазылып тұр. Сақтаймыз. Основание поставщика деген жерді жоғар жағын қазақша, астың жағын орысша қылып толтырамыз. Ол үшін мінекей рабочий кабинетте өздеріңіз көріп тұрғандай сары договор деп Word'та ашып алып, ішіне осы жазуды сақтап қойған болатын. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік. Осыны көшіріп аламыз. Кейіннен на государственном языке деген жерге қоямыз. Свидетельство о государственной регистрации дегенде көшіріп алып, на русском языке деген жерге қоямыз. Және сохранить кнопкасын басамыз. Кейіннен аты жөндеріңіз, адрестарыңыз өзі жазылып тұрады. Мына жерге өздеріңіздің данныйларыңызды, биікті сохранить деп басқан кезде қалған мына жердегі банктың атауы, бәрі автоматты түрде шығады. Телефон поставщика деген жерге госзакуп порталына қай нөмірді тіркедіңіз, сол нөмірді жазу керек болады. Сохранить. Мінекей толды. Договорға қайтадан кіреміз. Астына түссек, көріп тұрғандарыңыздай поставщиктің бүкіл данныйлары толды. Астына түсеміз. Утвердить батырмасын басамыз. Осымен сары договорды, яғни согласованиені қабылдау сабағы аяқталды. Міне өздеріңіз кіріп тұрғандай, мына жерде жаңа 4 болды, енді 3 болды. Енді келесі сабақта қызыл договорды қалай қабылдау керек, яғни договорға қалай қол қою керек туралы сабақты өтетін боламыз.